Алғашқы саяхатымыз Бөкей хан ордасына. Наконец-то! Canım, voleybol oyuncuları Наурызда көріп кетейікші. Өте бір жақсы демалыс болып жатыр әлде де. Рахмет көп сіздерге. Инстаграмына, YouTube каналына тіркеліңіздер. Жолымыз болсын, аман-есен ауылымызға жетейік. Сағат таңғы 5. Жолға шығайын деп отырық. Ассалаумағалейкум. Нөмірлерін неше жігіттер? Sen секілді мендегі бармындаймын кейде. Мен айтып үйдегілерім мақтанса екен дейм. Алыс жақын ағайынға мен үшін тірлеген. Керек кезінде көмегім менің дейсе екен дейм. Мама бақыт тапқанша бұл жерді мекендейм. Мен соққан үйді төрде отсаңыз екен дейм. Біздің көшемізде үлкен той болса екен дейм. Сол үшін барымды салым, сол үшін мен терлейм. Оң жағым ағайын, сол жағым ағайын. Көрем не жасат құдайым, не жасат маңдайым. Кезіңде бізді көру мағындарың қойды. Сөздерің күйді, істерің майды. Тенгенің бәрі үйге, ағайын қап-қара неге. Көші жоғарғы лига, камера дайында дейді. Бір кемеде бәріміз бір биде, тым жақсы күйде. Жолдар апарады үйге, тек қана үйге. Сен секілді мендегі бармындаймын кейде. Мен айтып үйдегілерім мақтанса екен дейм. Алыс жақын ағайынға мен үшін тірлеген. Керек кезінде көмегім менің дейсе екен дейм. Мама бақыт тапқанша бұл жерді мекендейм. Мен соққан үйді төрде отсаңыз екен дейм. Біздің көшемізде үлкен той болса екен дейм. Сол үшін барымды салып. Тағы сөйлес бе? Пісіргенде, шайдайын дейміз ғой, тамақты бізде спиритуш жолда дарықтардың бәрі атырономатысымыз ұйымдастырушылар дайындап атыр ғой. Табиғатты әдем бір шайдайын дейміз, бұйырса көпшілік кезінде. Қалайсыздар? Жолыңыз болсын. Менікі емес камера. Мектептікі. Мектептікі. Класс. Видео не түсірді ма бокстарда? Жоқ. Түсірді ма? Қазір сол түсірейік, сіз айтыңызшы. Мына қараңдар. Семейная пара. Гастробокс Атырау. Сіздер ғой, да? Иә. Есіңіз кім? Илдархан. Дәулеттің жолдасы, қараш. Ё-мо. Каждый бір адамға осындай бір бокс Я поставить. хочу кушать уже. Ничего, еще мындай ма не? А мы отдельно заказали. Ё, вот вы. Ух. А что, только можно было сюда? Я, в принципе, жарить бізге, но уже. Уже шалмай қалармыз?
Короче, так что тапсырыс беріңдер. Гастробокс Атырау. Мощный рахмет сіздерге. Қолдауларыңызға даян рахмет сіздерге. Алу жарайды. Нан қайда, нан сәтте? Мұнда нан бар айтты. Нан жесіп тұр жақсы. Нан қараш, қайда? Табанан. Кәсіптер. Біздің Атырау наматысының мүшелері тоже. Табанан Азаттық 33-те Табанан Атырау деген Инстаграм. Мұндай табанан шампиондыр. Ішінде короче қаймақ, қолдың қаймағымен майын салып қойған. Тандырнан да еще. Да, тандырдан, короче, каждый машина тоже солай. Каждый адамға бір-бірден. Мощно. Алла разы болсын. Осындай кәсіпкерлерімізге қолдау көрсетейік. Бізді де қолдап жатырған үшін рахмет. Да, бәке? Иә, дұрыс. Сіз не алып келдіңіз бүгін? А? Бәке? Менде пакеттер бар. Менен бей дейсің кешке қарай. Пакеттер бар деп. Менен бір бей деймін. Қымыз шалам деп па. Бұрынғы енді основной состав қой, Атырау намаз постоянно шығатын. Бәкең бар, Дәулет бар, Қазбек, Айдарбек. Айдарбек прям вообще такой помолодился. Фан-фан-фан. Отыр, вообще жүгірендейді бүгін. Қатты кетпеді ме? Қатты кетпеді. Білмеймін, гастробок жей алғаннан қалай болатын. Бір күн болады шығар, демалыстысың. Так, біздер очень дайынбыз. Біздер бүгін Қазекең машинасындамыз. Бізде алда бизнес-класс, гастробокс сіздерге, табанан артта эконом-классқа. Алмажатсыңдар ма? Әкеңіз, иә, бұйыртса. Айтып жатыр, Асан өзінің әкесін алып барады деп. Үлкен керемет тарихи жер, біздің еліміз үшін өзінің орын алған. Бұйыртса Бөкейхан ордасына барамыз. Керемет 8 мұражай бар бұл жақта. Бұл жақта бізді күтіп отыр, хабарлап қойды мына жақтан Атыраудан. Бәкең керемет білесіздер ғой. Керемет өзінің хобби бар, аспаздығы бар өзінің. Және де сонымен қатар керемет өзінің авторский чайлары бар. Машалла. Керемет. Бұйыртса бәрін көресіңдер ғой. Бара алмай қалғанда айтпақшы, тұздар алып, тұзды жалап отыра бересіңдер ғой. Инструктор звонит. Көпірден оң жаққа өтеміз. Түсінікті білесіздер ғой, шоферлар бар ма мұнда бәріміз, да? Иә, сол жақтан оң жаққа өтіп, сосын бұйырса дальше Чапайға дейін жүреміз. Тек ең соңында Ордаға жеткенде трассаның бойында Орда примерно бір 15-20 километрдей жерде орналасқан. Ол жерге негізгі асфальт жасалып жатыр деген хабар бар, бірақ жасалмауы да мүмкін. Сондықтан ол жермен жайлап ауылдың жайпақ жолы ғой, просто машиналар бәрі жүре алады по идее. Қазір барлықтарымыз бұйырса отырамыз, по нумерациямен жүреміз, иә ма? Ешкім бірінші, екіншінің алдына шығып қажет жоқ, бірге уақытта барамыз. Ертерек барғанымыз өзіміз үшін жақсы, себебі анда музейдің қызметкерлері бізді күтіп отыр. Олар енді 6-7-ге дейін күте алмайды, по идее, түнге дейін жұмыс жасамайды. Сондықтан 5-те кіріп 8-ге дейін араласа 3 сағатта жетеміз деп ойлаймыз. Так, біздерде бүгін нешесі? 13-ші қыркүйек 2025 жыл алғашқы саяхатымыз Бөкейхан ордасына. Наконец-то! Негізі көптен жоспарладық. Себебі бұрын жол нашар болды, иә? Иә, жол нашар. Иә, осы биыл бітіп жол, сол үшін енді бізде соны ілесіп жатырмыз. Алла қаласа. Бөкейхан ордасы бұл Батыс Қазақстанда орналасқан. Бұл өте қазақ үшін, қазақ тарих үшін өзінің ойып алған жері бар, орны бар жер. Сондықтан біз осы тарихи жерге баратырмыз. Неше шақырым ереке? Осы жерден шамамен 800 шақырым. Енді бәрі асфальт жолдар, тас жол. Соған байланысты енді жолымыз жеңіл болады деген үміттеміз. Жеті көліктің бәрі келді, бұйыртса жолға шығамыз. Жолымыз болсан, өте тарихи жер, 3 жыл, 4 жыл болды, барамыз дегенімізге, айтып біз барамыз дегенше жол салынды. Енді алдағы уақытта әлде баратын жерлеріміз бар. Енді Жезқазғанға біз барғанша жолда салынып болады деген үміттеміз. Бұл біз үшін бір жақсы үрдіс. Ниеттер орындалып жатыр. Қай жерде орналастыңыз? Орда ауылында орналастыңыз. Орда ауылында өте керемет бұрыннан ежелгі қалған тарихи ғимараттар бар. Және де оның үстіне қателеспесем 8 мұражай бар, иә? Иә, басында 8 мұражай бар. Қазақтың тарихында өте өзінің орындарын алатын. Визит Атырауға көп рахметімізді білдіреміз. Олар о жаққа хабарлама жіберді. Атыраудан Атырау намаз тобы бар атыр деп. Және де біз о жақтың да мұражаймен хабарласып, жергілікті халықпен олар да бізде қолдау күтіп, тамақтарын пісіріп, бұйыртса бүгін бізді күтеді. Оның бәрін алдағы видеода көресіздер. Біздерде бүгінде 7 көлік, 27 адам. Бисмилlah, бүгін шығамыз.
Ал кеттік па? Жолымыз Бір, болсын. екі, үш. Шөл далада адасқан кезімде елес боп көрінді армандарым алыста маған қол бұлғады мен бірден жармастым қаттырақ қысып ұстадым қанаққанша тырнақтарымның астынан ешқашан кетпеймін айырбастан шетіңді дұрыстап түңілме қазбалай берсең кетеді тереңдеп зейін қойып істеген істерің берді жемістерің түсіруге еңсең істеме себептерді ұшқыр ойсау дейін шарттарың жеткілікті жұлдыз боп жарқырауға шыңға шығып не тұрыпты сенің бөлісерің бар халыққа айтуға лайықты еңбектен де барып ал өзіндікін сосын жылағанша күн бақыттан жылағанша күн бақыттан жылағанша күн бақыттан сәтсіздіктердің бәрі қалада тағы жылағанша күн бақыттан жылағанша күн бақыттан жылағанша күн бақыттан сәтсіздіктердің бәрі қалада тағы сәтсіздіктердің бәрі қалада сәтсіздіктердің бәрі қалада баянсыз тірліктен қаш сыйласқанменен сыйлас жара бет жазылады ал қара бет жазылмас адамдарды ойла бірақ сақта балансты күш жігеріңді шыңда бәрі соған байланысты артық не кем емессің әр адамның сүріп жатқан сен білмейтін бар күресі басқаны сынап мінумен не пайда көрмекшісің зияның тимесін болмаса көмек берер күшің тамшылайды секундтар сулайды жылдар жасқа жас қосылады түсіп тақта шашқа мұңды сәттер болады оларды аққа бояйтын жүрек берсін қуануға себептерді байқайтын сосын жылағанша күн бақыттан жылағанша күн бақыттан жылағанша күн бақыттан сәтсіздіктердің бәрі қалада тағы жылағанша күн бақыттан жылағанша күн бақыттан жылағанша күн бақыттан сәтсіздіктердің бәрі қалада тағы сәтсіздіктердің бәрі қалада Қалайсыздар? Біздер Индерден асып баратырмыз. Индердің сыртындағы нефтек заправка келдік қазір үшін. Жақсы ма? Қалайсыз? Жақсымыз. Так. Кофе алу процесі. Короче, біздер дейтін бар ғой, сағат 1:30-да бешбарма жедік қой. Түнгі 1:30-да. Бешбарма жеп, 2:30-да келіп, 1 сағат жарым ұйықтап. Сіз үшін арай кетесіз да Алматыға? Жоқ, ойлаш. Ойлаш. Интрига. Ойлаш, короче, Индерге тұрмыз. Кофе отырамыз. И ойлаш. Ойлай берме дейсің. Очередьсін алды қалай шықпады? күнім болып жағылайын әнімді арнайын инлейіммен айналайын көңіліңе табылайын қуаныш сыйлайын Ал біздер қазір 325 километр артта қалдырдық, Чапаевқа жеттік. Бұйыртса, бұдан бізден келесі маршрут Казталовкаға бет бұрамыз, қателеспесем. Так, газоправкаға келдік. Ауа райы керемет, шамамен 20 градус. Кешкі аязғар бар сияқты. Қазір конечно, күтіміз қалғанда. Табанынан тұра күшті. Таң атпай уже біз завтрак басталып кетті. Әлі жалғасып отыр завтрак. Бір ғана жақсы екен. Ыңғайлы екен. Жолда келе жатырғанда. Бізбен бірге екі өткен ағамыз келе жатыр. Екеуі танысып, әңгімесін айтып. Ағалар қалай жатсың? Жақсы жатыр. Ауа райы да жақсы, қазасы емес, жақсы. Все, кеттік па? Болды да? Покойным. Бауырымыздар мұнда арғымақта атырау. Арғымаққа отырып шапқыларыңыз келсе, рухтарыңызды оятуға мұнда хабарласса да. Жол болсын. Дәрі достар, сонымен біздер қазір сағат 12-ден 20 кетті. Таңғы 6-дан 10 кеткенде атыраудан шықтық. Бір жарты сағат бұрын біздер Чапаевдан
бұрылдық. Қазір алдымыз бұйырса Казталовка, соған барып бензин, газ жасап, әрі қарата Орда ауылына қарата жол жүреміз. Трассадан кейінгі бұрылған жол, мынау Казталовка апаратын жол жақсы былай, бірақ бір минусы бар, әрине бұл дейтінандай балына болып кетеді екен. Машинаның астын соғып алу мүмкін, сондай. Сондықтан кішкене жайлап айдамасақ болмайды. Алдымызда табиғаты, жердің ландшафы күшті өзгерген, жасыл болып жатыр. Біздікілер тоқтап тұр. Бұйырса бір 2 сағаттың көлемінде біздер Казталовкаға баруымыз керекпіз. Бүгін асығып, қуанту үшін әдейі жасырып келемін құшақ гүлімді асынып. Күнім сенде қуанып шықшы алдымнан көдімде, бейнеңде тұрсын бақыттың төрінде, сампаймыз бүгін махаббат көгінде. Қара түнде ай болып төккен жарығым, кеудемнен ескен бал үнім, өзіңді қатты сағындым. Кел әндерімнің ішіндегі сен кейіпкері, сені сүйіп қалғаным биіктеді, жансың маған ақ періште кейіптегі. Басқа жанға уақытымды шабыт босқа қиып келдім, ал сен келіп махаббатты үйіп бердің, сол үшін де аман жүрші кейіпкері. Кейде бір күй болады, тоңатын талып қанатын қалатын жабығып, сосын үй жаққа барып өзімнен жатып қаламын көрпесін жамылып. Көңілін әкеліп таңар деп жарама хабар кеп қалар деп көтіп жатамын сені, уақытқа бағынып, сол тағы да сағынып. Сонда сенен келеді толассыз хабарламаларда, қоңырауларыңда мұндап жылдам соны тыңдап. Келемін сені кейіпкерім қылып жүрегіммен жырлап, қане жаным тағы үн қат, сенің әр сөздерің қымбат мен үшін. Әндерімнің ішіндегі сен кейіпкері. Қалайсыздар? Бар отаға болмайды дейді, сосын тюксонды да алып тастау керек. Бір рендиотты алып тұрғалар, тюксон кетір олар. О, шекеш кетір. Еще тағы алып Автобусқа адам жиналмай алған. Ал біздер келдік, аман-есен визит орталығы, хан ордасы, Орда ауылы. Ойлаш? Ойлаш. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар? Хан ордасы музей қорығына қош келіп жатсыздар. Сіздердің алдарыңызда осы қорық таныстырушы Ұлнара Русланқызы. Енді біздің қорықтың құрамында 13 тарихи ғимарат бар, барлығы 19 ғасырда этнографиялық ескерткіш болып табылатын ғимараттар. Сіздердің келіп тұрғандарыңыз бұл визит орталығы.
Бұл жер жаңадан салынған ғимарат 2023 жылы салынып, қолданысқа берілді. Бұл қабылдау орталығы, біздер қонақтарды осы жерден қабылдап, ары қарата тарихи музейлерге жолдама береміз. Енді жаңа 13 ғимараттың бізде де 8-і музейлендірілген, қазір жалпы экскурсия барысында танысып жатасыздар. Қазіргі таңда осы музейдің негізін салушы үш басшымызға арналған көрмемен, осы музейіміздің яғни үлкен дәрежеге жетуіне үлес қосқан басшымыз Темірболат Махимовтың 85 жылдық мерейтойына арналған еске алу көрмесі қойылған. Жалпы біздің музейіміздің негізін салған, яғни осы жердің тұрғыны болған, Азамат соғысының батыры, Ұлттан соғысының ардагері болған жерлесіміз Ахмет Файз Юсупұлы Тажиденов болатын. Өзі түсірген 55 фотомен музей жасақтап, кітапхананың бір бөлмесіне музей ашып, болашақ ұрпаққа үлкен мұра қалдырған болатын. Алғашында бір өзі жұмыстан, кейіннен қызметке Шараф Сирановты алып, өзі зейнеткерлік жасқа шыққаннан кейін музей тізгінін Шараф Сирановқа қалдырған. Шараф Сиранов осы Орда музейін басқарып, бір ғана кішкентай ғана музей жасақтап, үлкен музейге айналдырған болатын. Өзінің жинақтаған материалы бойынша экспонаттардың санын ұлғайтып, музейді қазына үйіне орналастырған. Қазынашылық мекеме 1867 жылдың 1 шілдесінде ашылған, Батыс Қазақстан бойынша банктік жүйені қалыптастырған, Қазақстан бойынша алғашқы қазынашылық мекемесі. Осы жерді музейді ашып, Орда тарихи революциялық музейге жеткізіп, яғни музей ісін үлкейткен. Кейіннен басшылыққа Темірболат Махимов келіп, бір ғана музейден 5 музейге көтеріп, республикалық музейлердің қатарына жеткізіп, 2002 жылы Орда тарихи кешені атауын алып беріп, кейіннен үлкен қорыққа айналдыру үшін жоспар құрып кеткен. Өзі дүниеден озғаннан кейін, одан кейінгі басшылар осы кісінің жоспарын жүзеге асыру мақсатында 2018 жылы кешенді үлкен қорыққа айналдырды. Айдарбек, Жадам, волейбол ойнайсыңдар ма? 4-5, 3-4-5, 4-5-6, 7. 1867 жылы жаңа ашылды. Сол күйінде терезелер торланған, ішінде сейф бар. Оны қазір айналып келгенде өздеріңіз көретін боласыздар. Хан мешіті қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Сол себепті бұнда кіре алмаймыз. Жаңағы өзінің бір ахун, 2 молдасы болған, 2 бөлмеден тұрады. Дәл сол күйінде жаңағы 6 колонналы жаңағы мешіт сақталған бұлда. Бұл хан сарайы, ханның үйі. Мынау жаңағы ортаңғы бөлігі, шығыс бөлігі, жаңағы қару-жарақ палатасы, мына батыс бөлігі. Жаңағы бойында шығыс бөлігінде 19 ғасырдан сақталған шығыс бөлігі. Ортаңғысымен жаңағы батыс бөлігі. Керіден салынған. Жаз ордасы болады ол. Жаз ордасы болған жаңағы. Бұл ғимарат қайтадан салынған ба, бұрын болған болса? Бұл ғимарат сақталған. 19 ғасырда. Бәрі да? Жоқ, батысымен ортаңғы бөлігі салынып тұр керді. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Хан Ордасы музей қорығына қош келдіңіздер. Мен экскурсия жүргізуші Жанер Темірханқызы боламын. Сіздердің кетіп тұрғандарыңыз бұл тарихи ғимарат болып табылады. 19 ғасырдан сақталған Жәңгір ханның сарай үйінің шығыс бөлігі. Бұл жаңағы залдан сіздер осы Жәңгір ханның үйінің толықтай салыны құжаттарымен таныса аласыздар. Жәңгір 1824 жылы хан болып сайланғаннан кейін өзі жаңағыдай осы отырықшылыққа негіздеу мақсатында жаңа сарай салғысы келіп жаңағы ханнан рұқсат сұраған болатын, жер сұраған болатын. Ең алғаш бұл жаңа Жәңгір ханға жаңағы Каспий теңізі жағынан беріледі жер. Ол жер жаңағы графтарға тиесілі болғандықтан кейіннен Жаңғаладан беріледі жер. Ол жерді зерттете келе осы қазақ билерінің зираты көп болғандықтан Жәңгір хан осы Нарын құмының Жасқұс жерінен сарай салдырған болатын. Жасқұс осы Бөкей ордасының байырғы атауы. Енді бұл жаңа өзіңіз кіріп кеткен жағымыз негізі Жәңгірдің үйінің жаңа ауласы, сарайының ауласы. Негізгі кіреберісі мына дала жақ есігі. Соның мына бірден бір дәлелі жаңа сарайының болғандығы, алма бағының болғандығы. Және де бұл Жәңгір ханның жазып қалдырған өзінің естелігі. Бұл Жәңгірдің сарайы қазақ даласындағы тұңғыш құрылыс.
жаңағы қазақтар оған дейін жаңа қыстақта, жазда жайлауда, киіз үйде көшіп қонып өмір сүрді. Сол қазақ халқын отырғызып шыққан негіздеу мақсатында осы сарай тұрғызылған болатын. Осы сарай ағаштан тұрғызылғаннан кейін қарапайым жаңағы халықта би сұлтандар ең алғаш ағаштан үй тұрғызды, кейіннен жаңа қарапайым халық ағаштан үй салып, жаңа үйдің саны 1000-ға жетті деп жазып қалдырған Жәңгір ханның естелігі. Қазіргі таңда 8 пешпен жылытылған. Бұл жағы енді қонақ күту жаңағы бөлмесі. Европадан келген қонақтарына европаша, Азиядан келген қонақтарына азиатша тағамдар ұсынған. Мұнда жаңағы қызыл ағаштан, тис ағашынан, грек жаңағы ағашынан жасалған жаңағы құнды тарихи жаңа жәдігерлер көре аласыздар. Сервант, шкаф. Енді бұның ішінде жаңағы бұлардың барлығы да күмістен жасалынған. Жез самаурын, сүзгі, торт алуға арналған, сол кездегі балық пісіруге арналған. Олар жаңағы Бергеректегі 19 ғасырға жеткізілген. Дулығасы, қалқаны, тор сауыты, белдігі, найза. Бұл найзаға аттың жалы белдігінде байланған. Бұл жауға түйреген кезде қан сорғалап, қолға ағып кедергі келтірмеу мақсатында, жерге ағу мақсатында байланған. Мына жерде тауыш көмейінен жасалынған садақ. Жаңағы бұл төмпешіктер тау ешкінің неше жыл өмір сүргендігі, неше жыл қыстағанын білдіреді. Сонымен қатар былғарыдан жасалынған тор сауыты, қорамсағы, садақ қабы. Сонымен қатар жібі өгіздің мойын терісінен жасалған, алты қырлы мылтық, оқшантай, мүйізден жасалған оқ салып жүруге арналған. Бөлмесінде қару-жарақ палатасы болған. Келген қонақтарына өзінің ата-бабасынан қалған династиялық қару-жарақтарын түсіндіріп, таныстырып отырған. Енді бұл ақсүйектен жасалынған қылыш, жаңағы ақсүйек ұрпағынан екенін түсіндірген, лауазымын білдірген. Бұл қылышты ұстаған жаңағы адамның лауазымын білдірген. Енді қайқы қылыш, салпы қылыш, Кавказ қанжары, бұл құпия қанжар жаңа етікке тығып жүру арқылы қолданған. Қол шоқпар, айбалта, бұлардың да 1 метр, 2 метр түрлері болған, жаңа күміспен әсемдері жасалынған. Енді бұл жақта жаңа әшекей бұйымдар, енді бұлар сырғалар, жаңа сырғалардың түрлері 19 ғасырдағы жаңа сақталған құнды. 19 ғасырда сақталған, күміс бұлар. Күміс тазалықтың адалдық белгісі. Мына жерде жаңағы шекеліктер, шашпау, сол кездегінде шашпауға қарап қыз баланың мінезін байқаған, жаңа сылдырламаса қыз баланың биязы, салмақты екендігін білген. Мына жерде тамақша, алқаны көре аласыздар. 19 ғасырдан сақталған бұларда күміс, бұлар ауыр болып келеді. Жаңағы алиенал болғандықтан жақсы болса, анасы ер баланың анасына құдағиына осындай құдағи жүзік берген. Бұл жерде тана, жаңағы тілдерден сақтауға арналған брошка дейді ғой, таналардың түрлері. Мыналар түймелер, мына сырт киімде мына шубыларға замокта болады ғой, түймелер. Енді мына түс шықитын құрылғы, бұл құлақ шықитын құрылғысы. Жаңағы менде бөлмеде терезе жоқ. Жүріңіздер бері қарай кірейік. Бұл енді келіп тұрған бөлмелеріңіз. Бұл Жәңгір ханның 3-ші әйелі Фатима ханша. Тарихта көп кездесетін Жәңгірдің ұлдарының көбі кісі Фатима ханшадан жол сүйікті жары Фатима ханшаның жатын бөлмесі. Енді жатын бөлме болғандықтан жылы болу мақсатында киіз текемет төселіңдер. Бұл жерде енді осы шілтерлі кереует, көгілдір түсті, мына жерде айналы триляж 19 ғасырдан сақталған. Бұл 1847 жылғы құты, қобдиша. Бұл зерттеушілерге арналған бөлме. Мына жерде армиялық сфера, күн жүйесін зерттеген. Мына жерде ол өзінде календар деген болған жоқ. Міне аятаулар бар, ноябрь. Бұл жерде гербарий, ағашын, құмын, ауасын, суын зерттеушілер келіп зерттеген. Тасына дейін соның үлгі есебінде қойылып тұр бұл. Бұл енді Жәңгір ханның жұмыс бөлмесі. Жәңгірдің әкесі Бөкейдің портреті. Алдарыңызда мына жерде енді сақып керетін, тақ мұрагер сақып керетін портреті болған. Өкінішке орай оның фотосуреті сақталмаған осы күнге дейін. Енді бұл зерттеушілердің жазбасы бойынша сақталып тұр. Осындай жасыл
жаңағы матамен қапталған жұмыс үстелі, бұл жерде азиат карта, мына жерде жаңағы ерлер бюросы дейді, құпия жаңағы иә, мына жерде құпия қағаздар сақтаған, бұл жаңағы керілтіледі, бұның бәрі жаңағы қиратылып қалмас үшін көрсетіліп тұр, бәрі сізге, бұны қозғауға болмайды. Құпия құжаттарын сақтаған екі жағында бар, оригинал. Мына жерде кітап шкафы, бұл да 19 ғасырдан сақталған, ерекше үлгіде жасалынған жаңағы шкаф. Бұл енді бұл жаңағы муляж системінде көрсетіліп тұр. Бұл кітаптардың барлығы да жаңағы бөлмесі, күту, жаңағы қонақ күту залы. Бұл жаңа есік кіреберісі, негізгі есік осы кіреберіс. Жаңа мәрмәр қызағаштан жасалынған жаңағы үстелмен орындығы, бұлар 19 ғасырдан сақталынған. Бұлардың барлығы да енді глобус, Жәңгір хан Қазанға барғанда глобусты алғаш көріп, жердің дөңгелек болатын бір сызық қоюмен айналып тұратын бірінші рет сол уақытта естіп танып, таң қалып, өзінің еліне алып келген болатын бірі мектепте, ендігі бірі осы өзінің үйінің төрінде болған. Келген қонақтарына таныстырып көрсетіп отырған. Бұл жаңағы Фатима ханшаның бал кешіне киген көйлегі, өте ерекше үлгіде жасалынған, мәдениеттілігін өзінің жабық күйінде тігілген Фатима сол кезеңде көйлегіне таң қалған болатын. Тағы кеңес өткізетін бөлмесі, 12 би болған, сол 12 биіне кеңес өткізіп отырған, 30 сом күміс ақшаға дейінгі тәртіп бұзушылықтарды Жәңгір хан өзі шешкен, одан жоғарыларды өзінің мектебі, дәрігер үйі, түп нұсқа бұл үй. Александр Сергачев деген ең алғаш Пензадан келген дәрігер. Осыдан кірген негізгі алдыңғы осы жаңағы біздің кіргеніміз ол ауласы. Передний двор, короче. Бұл кіреберіс, иә, кіреберіс. Входная группа ол сияқты болған болып тұр. Неге? Іші жағы әдемілеу ше, внутренне сатқан да. Ол бұрын мына жақта да әдемі болды ғой. Неше жыл өтті ғой, дәруге. Әдемі болғанда бұл жерде жаңа Сіздер келіп тұрған хан ордасы тарихи, мәдени, архитектуралық, этнографиялық музей қорығы Батыс Қазақстан облысындағы ең бірінші музей қорық деп айтуға болады. Біз осы қорықтың ерекшелігімен мақтанамыз. Облысы біздің шалғайында орналасса да, өзінің тарихи келбетін сақтап қалған аспан астындағы музей деуге болады. Қазіргі уақытта хан ордасы музей қорығының құрамында 13 тарихи ғимарат бар және 3 кесене бар. Осы ғимараттардың 9-ында музейлер орналасқан және ол қазіргі уақытта келушілерге қызмет көрсетуде. Музей қорыққа Қазақстанның әр аймағынан, шетелден көптеген көрушілер, қонақтар келіп, өздерінің ризашылықтарын білдіруде. Енді қазіргі уақытта 8 музейімізді көріп шығуыңызға болады. Хан мешіті биылғы жылы қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде және де Жәңгір хан кесенесіне қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл жаңа мемлекет тарапынан қолдау білдіріліп, біздің музей қорықтың келушілерге жаңа келбетімен ұсынуға үлкен мүмкіндік береді. Қазір енді биік мінберлерден айтылып жатыр ғой, туризмге көп көңіл бөлініп жатыр, бюджет бөлініп жатыр. Сіздер оны сезініп жатсыздар ма, осы жерге үкімет тарапынан қолдаулар көп болып жатыр ма? Әрине қолдаулар бар. Ең біріншіден бұл келушілер келу үшін әрине жолдың болуы. Қазіргі уақытта облыс орталығымен қатынайтын қатқыл табанды жол халық игілігіне берілді. Оның әсері бізге де сезілуде. Өйткені келушілеріміздің саны өсе түсуде. Әсіресе отбасымен бірге арнайы осы музей қорықты көруге келдік деген қонақтарымыз өте көп. Шетелдік қонақтар бола ма? Әрине шетелдік қонақтар болады. Жалпы батыс аймаққа келген кім болса да осы хан ордасына келуге ықылас білдіріп, арнайы ат басын бұрып көруге келеді. Өте тамаша. Рахмет сұхбатыңызға. Біз енді тамашалайық. Бірге жүріңіз. Рахмет. Вода минеральная. Чем-то боржомиға, ну, соленый емес. Не бар. Кім қашырып отқан?
аудан тұрған Сонда получается, ну, образец болып тұр. Иә, үлгісі сондай болған. Мына алма бағы, ағанды, шелектер өте қарлы. Жаңағы ең алғаш 1867 жылы салынған казначейство ғимараты сіздердің келіп тұрғандарыңыз сол кезеңнен сақталған. Жаңа бұнда осы Бөкей Ордасының тарихы баяндалады. Енді алдарыңыздағы Бөкей Нұралұлы осы ішкі қазақ ордасының негізін қалаушы 1801 жылы жаңағы осы ішкі қазақ ордасы түпкілікті мекен етуге жаңағы өзінің өтінішін қабыл болғандығы жөнінде жарлық шығады. Сол жылы күз айында өзіне қарасты 12 ата байұлы, 6 ата әлімұлы, жетіру мен ноғай қазақ болып ең алғаш Самар даласына қоныс аударған болатын Бөкей Нұралұлы. Жаңағы бұл енді халық наразылығынан жаңағы халық көтерілісі, алым салықтың көбеюі, жердің дұрыс бөлінбеуі, құнарлы жерлердің байлардың қолына кетіп, құнарсыз жерлер қарапайым халыққа ауып, халық наразылығын туғызып, содан басталған көтеріліс, қанды шайқас Тастөбеде болды. Бұл Тастөбеден әкелінген тас. Бұл шайқастың 2 жылға созылып, нәтижесі Ақбұлақта Қил өзен бойында Исатайдың өлімімен аяқталған болатын. Сәлеметсіздер ме? Жағдайлары бар, айтады ғой, Тимур. Сәлеметсіз? Қараңғы ма? Ішті жаңа жарық бар еді ғой? Бір сұрақ болуы мүмкін, неге қараңғы деп. Мына жерде қазір ауылда электр желісінің реконструкциясы жүріп жатыр, сондықтан соған байланысты қазіргі таңда жарықпен проблема бар. Өшіп сөніп тұр, сондықтан осылай жүрміз. Енді құрметті қонақтар, бұл сіздердің келіп тұрғандарыңыз Кеңестік баспахана музейі. Жалпы бізде баспахана орналасқан үй, тұрғын үй есебінде тұр. Ол Ғұмар Зариф көшесінде орналасқан. Қазіргі таңда Ғұмар Зариф көшесі артымызда қалған көше. 2013 жылы осы баспахана музейін қайтадан жаңғыртып, жасақтап, осы музей ауласына осы ғимаратты тап осы үлгіде баспахана ғимараты үлгісінде қайтадан салған болатын. 18 саны жарыққа шыққан. Бірінші саны Удажинен, екінші саны Астраханнан, үшінші саны 18 саны Орал қаласындағы жеке баспахана Қалқачевтан жарыққа шыққан болатын. Ал 1918 жылы Ордада Кеңестік баспаханасы ашылды. Баспахананың алғашқы редакторына Степан Мегитин тағайындалып, ресейлік мамандар жұмылдыра бастаған болатын. Известия, Киргизская правда, Дұрыстық журналы атты газеттер арқашап, газеттің шығу форматы атты форматында болды. Абдулғазиз Мұсағалиев тағайындалды. Египетте 8 тілді меңгерген, Сағымат Египетте білім алған болатын. Бұл 72 жылы қайта құрылғаннан кейін аудандық газет Орда Жұлдызы газеті жарыққа шыққан болатын. Сол кезде Орда Жұлдызы газетінің алғашқы линотип станогы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жерде 5 қалып тұр. Осы қалыптарға арнайы әрпі басылу үшін қорғасындар қиылып, бетіне әріп басылып, кейіннен өңдеуге коррекциялық станокқа жіберетін болған. Сол қате кеткен жағдайда қайтадан жаңадан басып шығаруға мәжбүр болған. Сол себепті бұл линотиппен жұмыс жасағанда өте мұқият жұмыс жасау керек болған. Бұл коррекция жасайтын станогын көріп тұрсыздар. Міне жаңа жол және Орда Жұлдызы газетінің алғашқы сандары. Жаңа жол 1930-дан 1902 жылға дейін латын әліпбиінде жарыққа шығатын болса, Орда Жұлдызы газеті қазақ әліпбиінде жарыққа шығып, ауданның жаңағы басылып жарияланып отырған. Принтері қазір сол кезде Орда Жұлдызы газетінің және қағаз құюға арналған станоктар. Қазіргі таңда технологияның дамыған заманда бұл жұмыстардың барлығы бір ғана бөлмеде, бір ғана адамның жүзеге асырылатын болса, бұрындары осындай үлкен ауқымды көлемдегі, яғни арнайы жұмысшылар тағайындалған үлкен станоктармен жұмыс жасауға мәжбүр болған. Сол қай кезден бастап шығарған?
ана жерде оян қазақ 19-19 жылы шығарған. алаш құрылғаннан кейін шығарған. Ол сол мені насихаттау мақсатында. Біз қазақтар қараңғылықтан оятуға шығарған несі. Содан кейін реставрация жасауға беріп тастады. Қазіргі таңда реставрация жасалып жатыр. Бұйырса биыл ашылады. Мысалы, Жаңғырхан ашқан мектебіне келген мамандарға берілген үй бұл. Үй ретінде берілді. Осы жерде Жаңғырханның, яғни мектепте мұғалім болып жұмыс жасаған Константин Адыков тұрған бұл. Жаңғырхан мектебінің ұстазы болып тұрған. Бұл қазіргі таңда Жаңғырханның қаражатына салынған үй болғанмен, қазіргі таңда Сейтқали Меңдешевке арналған әдеби мемориалдық музей болып шығаспеттің ғой, кешіріңіздер. Жалпы Сейтқали Меңдешев 1982 жылы қазіргі Жаңғала ауданы Жаңа Қазан жерінде балықшылар отбасында дүниеге келген. Яғни әкесінің жағдайы өте төмен болса да, ұлын оқыту үшін барлық жағдайын жасап, ең алғаш ұлын өзін Жаңа Қазандағы 2 класты училищеге тапсырады. Я өтеді ғой. Енді кейбір болса шығып кетті. Машинаға отыра тұрыңдар хотя бы. Біз келеміз қазір. Жоқ, бітті я, мына тек өтіп кету процесі бар да әлі. Это живая болады. Құрметті қонақтар, бұл сіздердің келіп тұрғандарыңыз қыздар училищесі, негізі қыз балаларға арналған оқу орын. Осы жерде 25 қызы қабылданып, ең алғаш қазақ қыздарына арналған мектеп. Бірақ ішінде Жаңғырханның білім мектебі туралы жалпы тарихты қысқаша баяндалып өтеді. Жаңғырхан 1839 жылы Орынбор губернаторына хат жолдайды. Қазақ балаларын оқыту үшін Непелев кадет корпусынан 10 орын тағайындап беруіңізді сұраймын деп 39 жылы. Бірақ сол кезде Жаңғырханға ол үшін оқуға түсу үшін қазақ балалар бірінші сауатты хат тану керек дейді. Ол үшін мектеп керектігін жазады. Сол себепті Жаңғырхан 1841 жылдың 6 желтоқсанында ең алғаш өз қаражатына Жаңғыр училищесін ашады. Өтердің бірі болған Бақаш Мұхамбетов, правитель болған көп жерде, және Бабажан, Мұхаммед-Сақ Бабажан, этнограф ғалым, Бақтөре Құманов, сол кезде Жаңғыр мектебінің ғылым кандидаты болған, және Көшекқали Шығаев пен Непелев кадет корпусын бітірген, Абдулғазиз Мұсағалиев Египеттің Каир университетін бітіріп, 8 тілде жетік меңгерген. Бір ерекшелігі Жаңғыр мектебіндегі мұғалімдерді хан Жәңгір өзі бар тұста жылына 2 мәрте арнайы емтиханнан өткізіп отырған. Себебі мұғалім сауатсыз болатын болса, сауатты бала тәрбиеленбейді. Сол себепті мұғалімдер өте сауатты болу керектігін жазып қалдырады. Жаңғыр училищесінің оқығандығы жөнінде растайтын арнайы қолдарына құжат берілген сол кезде. Яғни ол мектептен бірнеше түлек ұшып шыққан. Оқу парталары, қоңыраулары 1853 жылы соғылған қоңырауды көруге болады бұл жерден, және сол кездегі парталармен оқу осындай жерде қонамыз бұйырса, мынандай күшті не бар екен. Можно чуть-чуть отойти друг от друга, потому что вообще все, все звуки. Эй, это мое. Эй. Они вместе спать не хотят. О, караоке. Да, караоке вот бізде, короче.
Біз келдік. В общем, мына жерде негізі керемет тоғай бар. Әдемі қарағай, талдар бар. Бірақ бұл жерде заповедный зона, сондықтан бұл жерге не істеуге болмайды. Кіруге фотоға түсуге болады, бірақ тоқталып ішіне көлікпен, ол жерде палатка жасап от жағылмайды. А мына жерде болатын болса келдік. Жалпы әдемі, керемет жер. Иә. Өте әдемі. Жол кішкене қиындау, да? Чё? Оушенмен. Шынымен Қалай? келіп жатыр, жақсы, өте керемет. Я қазір мына жерде мен палатка қоямын. Мына жерде вот гүлнұр қыздар возле меня хотят. Возле меня хотят. Я и мой Ханс. Да, мои эти. Мынаған іле жібересің ғой бәрі. Мынаған. қалай тұрғызып қоямыз онда? Итеріп жібереміз да? Жігіттер керек, жігіттер. Элантра батып қалды. Барып көмектесу керек. Рум-тур давайте. Мама. Подожди, это неправильно. Добро пожаловать. Мы сегодня здесь будем спать с Гульнур. Она у нас чуть-чуть неустойчива, но ничего страшного. Все будет хорошо. Наши палатки, наши карематы, наши спальные мешки. Это сдувается. Он неустойчивый, да. Будем ждать костра теперь. Айдарбек ағаны. Я жиналады. Музыку консерватор Месси. Айдарбек. Айди көрген. Біздер палаткамызды құрып жатыр қазір. Тоғызбайына палатка деп айтылады. Орекеңнің өзі жоқ болса да палаткасы қызмет етіп жатыр. Да, айтшы да кім? Орек дейтін досымыз бар біз. Остроумный комитет. Клубының басшысы. Оқырман клубының басшысы, остроумный комитеттің мүшесі да. Мына шай ішпегелі көп болды. Өзі айтады да, менен басқа емешке ешкім ішпей шайды. Атырау Наматовпен бірге біздер де шығып жатқан алғашқы қонақтарымыз бар. Жазира деген бар, сосын Айнұр дейтін апамыз бар. Қош келіп жатсыздар, ең алғашқы біздермен бірге түнеп өздерінің төсек жабдықтарын дайындап жатыр. Сіздер қалай не дайындап жатсыздар? Міне спальный мешоктарыңызды дайындап қойыңыздар. Бәрі бар, иә. Қарап, мына есіктің аяқ киім шешесіне ресен жазып қойған ғой, дорожка. Эстетика бар, толып тұр күшті. Ал сіздердің палаткаларыңыз қандай? Тек екеуіңіз жатасыздар, да? Тек екеуміз. Жауытпен шашып. Екеуміз семіз. Екі адам. Мынау сіздердікі, да? Неше адамдық? Үш адам ғой. Үш адам ғой. Мына екеуіңіздікі, да? Кімдердікі? Менікі жалғыз. Бизнес класс ма? Жалғыз. Үш адам болды. Екеуіңіз жатасыздар ма мұнда? Неше кісілік? Орын керек болса барсақ, жалпы сиятын жақ тағы бір ағаш. Күшті екен. Даже екі адам да. Мынау енді не жерден жетсе оқиды. Ал сендердікі ма? Бәрінде уже дайын. Біз енді келдік. Батып. Айдарбек қайда көрсін? Айдарбек брат! Ағаш жинап отыр. Ауылда өсіп
Шаңына алма беркелер Ояндан ұштым қатайды қанат еттері Асығып алда бақытын күтіп тұрғанда Армандар асқан қиялдар қилы жетеді Қаланың нұрнау тамаша сайран саулығы Жолдарым жуған нөсерлі жыл Мен айтам, Наурыздады қырылып қалмаңдаршы. Аға кемде жеп отырсыз? Наурыздады қырып кетейікші. Давайте. Негізі мұнда лайфхак бар ма? Қалай салып алдыңдар ғой? Қалай аласың? Гүлмира ағай. Қалай? Болды. Ешіме қырылмайсың. Алма бағыңды өзіңе барып Қуып сағымды іздеймін бала Балғын шағымды Достармен бірге саялап саябақтарын Шаттыққа толы өткізіп қызық шақтарын Жадырап жайнап өтсе де жар Енді мына Марының құмында өскен жігітпін. Мынау ұштаған, мынау Байбас. Кеті шағыл. Иә, Мен мама бір сөйдеді ұштағында. Әкемнің құшы болды, өзімнің құшы болдым. Осы Марының құмын түгел кесіп шықтым мен, атпен былай серуендеп. Мынау Жанғаланың жылқышылары, мына менің Мәстексай, Темір Майсиннің жылқышыларының барлығында көре қалдық. Бірақ түйілдік. Тек мен осы ауылға келген жоғырым. Мен атпен искра совхозына шегеліп. Бір көрейінші, білейсіз деп, мына жігітті басшы жігіттер бар. Барындағы күнталық тілейм осындай. Әлде де өмірлерін алда. Амин. Ас болсын. Істемаш өзі. Кәшім ғой. Кімде қандай карта екен айтайын ба? Че там, қайда? Енді маған көрсетші. Құрметті достар, бұл жерде үлкен әкелеріміз бар, ағаларымыз бар, қарындастарымыз бар, замандастар, жалпы бәрімізге бүгін енді бірінші түнімізді өткізейін деп жатырмыз. Бөкей Ордада жақсы ұйықтап шығыңыздар, жақсы түс көріңіздер, сергіп тұрыңыздар деп айтамыз. Бүгінгі енді осы бұрыннан арман болып келе жатқан өзіміздің клубымызға, өзіме Бөкей Ордасына келіп, Бөкей Ордасын көру, тарихын білу, сол бір арман болған, сол арман бүгін орындалып жатыр, үлкен әсер алып жатырмыз. Осы Бөкей Ордасындағы ең бастысы Шолпан сізбен таныспыз. Сізге көп рахмет, жұбайыңызға көп рахмет. Эдуард, сізге көп рахмет. Осылай қолдап жұбайыңызды осындай делегация келіп жатыр дегенге алып шығуға көмектесіп жатқаныңызға. Жақсылықтарыңыздың бәрі алдарыңыздан шықсын, еселеп келсін дейміз. Еңбегіңізді алып келіп жатсыздар. Артур, да? Сіздерге де көп рахмет. Енді жақсы күндеріңіз көп болсын дейміз. Барша есінен бір анау қателіктер болып жатса, кешірім сұраймыз. Бұйыртса, біз әлі үйрене береміз. Енді бүгінгі осы саяхатты жақсы ұйымдастыруына, осы жерді тауып беруге көп атсалысып отырған Эдуард, Шолпан, Артур, сіздерге көп рахмет айтамыз. Және осы біздің Атырау-Намаз клубының атынан сыйлығымыз бар. Сол сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Атырау-Намаз деп шығарған, лимитированный Маңғыстау сапарына шығарған неміз бар еді. Сыйлығымыз, соны сізге берейік деп, табыстайық деп. Сізге және сіздің жолдасыңыз Эдуард. Және Артур. Көмек керек, соның бәрін көмектесіп отыр. Бағана біздің машинамыз батып алып отырғанда соны қасында жүр, локация, мысалға музей бұрын Қарақойден негізі 4-5 жол кетеді. Бірақ соған қарамастан осы жақта
елші болып сол бізді кештесек те сол бізбен бірге соңына дейін жұрттардың жүрегіне әсер етіп жатқан сіздерге көп рахмет айтамыз. Енді шынында осы Бөкей Ордасы біз үшін үлкен тарих, бұл тарих ары қарай дами берсін дейміз. Өркен өсе берсін, еліміздегі дәрежесі арта берсін деген тілек айтамыз. Жол жасалып қалыпты, енді тек мына жерде 10 километр жасап тұрса, сосын Казталовкадан неге дейін Штатқа қанша бітіріп тұрса, Чапайға дейін Смеловой деп тұр. Сол рахмет бәріңізге, және енді мына біздің арамызда осы саяхатқа біздерде каждый раз планка өсе береді. Осы жолы 70-ке таяп қалған 2 әкеміз бар екен. Сіздерге де осы біздің саяхат клубынан естелік болсын деп осы термосты беріп жатыр. Аға, көп жүреді екенсіз, күніне 10 километр жүреді дейді. Мынау енді сол ыстық шайыңызды құйып алсаңыз, әуітке дейін смело пыстолып тұрады оған. Сізге де көп рахмет, біздің аталарымызды, әкелерімізді таныватсыз. Аманшылықта болыңыздар, бұл енді азымыз бір көңілдеп қабылдаңыздар, бар внимание деп қабылдаңыздар. Енді біздің клубтың көптеген өзінің бір қағидалары бар, ұстанымдары бар. Ең бастысы ол тазалық, осылай араласу, сөйлесу, танысу, енді далада шын айтқанда бір адам сырын ашылады деген сияқты әртүрлі ситуациялардан өтеді. Сондықтан бәрін бірге өтсек, отбасымен өтіп жатқандар бар. Тек осы әрбір саяхаттан жақсы әсер ала беріңіз деген тілек айтамыз. Рахмет бәріңізге. Содан кейін пауза өсіп айтайық. Екінші бұл жерде Айдарбек деген екінші шеркеш. Еректі шеркеш. Ахмет Персақбай Бөкей Ордасындағы кіші орда хандығында осы шеркештерде болған ішінде. Мына кісі шеркеш ма? Осы жерде қояйық, болды. 12 бидің ішінде болған. Шеркештер мақтаған кезде адайлар демалып қалады негізі. Содан кейін енді біздерде Элдар деген жігіт, ол креатив, құрдас біз екеуміз бар. Осы 2021 жылы бастап ашты. Содан бері көптеген саяхаттар өтті, арамыз өсіп келе жатыр, сұхбата өсіп келе жатыр. Баршаңызға көп рахмет. Мына жерде бірнеше саяхатқа қатарынан келіп жүрген достарымыз бар. Сондықтан аманшылықта болайық, жақсылықта болайық, еліміз дами берсін деген тілек айтамыз. Микрофон бос, караоке айтуға болады. Қош көрдік. Қош келдік. Азаматтар, олар жерлестеріміз, сіздерді қош келдіңіздер. Қош келіп жатсыздар. Бұл жерде қайырған үйіміз жүреді. Бір жағынан уақытымен болып келеді. Екінші жағынан біздің Атырау Номад саяхат тобының мүшесі. Бізбен бірнеше рет саяхатқа шыққан жігіт, отбасымен жалпы білім саласында жұмыс жасайды. Негізі осы тамыз айында бұлар да осы Бөкей Ордасына келу керек болған. Онымен енді сол бұйырып, бүгін бізбен бірге келіп қалып жатыр. Қош келіп жатсыздар. Қайырлы кеш, құрметті жерлестер. Керемет Бөкей Ордасының табиғат аясында сіздермен жүздескенімізге қуаныштымыз. Енді мақсатымыз бір, мүддеміз бір деген сияқты осындай саяхатты біз де жақсы көреміз. Осы жерге жиналған біздің бір топ әріптестер, қала мектептерінің, облыс мектептерінің мұғалімдері барлығы. Дарын орталығы деген мекеме бар, сол мекемеде Кітап Тайм деген
оқырмандардың жас мұғалімдер клубы бар. Сол клубтың мүшелері, сол клубтың жоспарына сәйкес бізде тамыз айында осындай саяхат бар еді. Бүгін жаңа Ерекең айтқандай сәті түсіп, бүгін сіздермен бірге келіп қалып жатырмыз. Алдында Ерекеңмен де ағаларымызбен біз тығыз байланыста боламыз. Себебі осындай саяхат жақсы көреміз. 13-14-де барамыз деп жатқаннан кейін біздер де осы уақытпен дауласып барайық, бір-бірімізге қарайласып жүрейік деп бірге келіп қалып жатырмыз. Жақсы күндеріміз көп болсын, жақсы демалыс болсын. Рахмет. Рахмет, Береке. Ал давайте жақсы көңіл көтерейік, музыка қосып қояйық. Еңіреп жүрген елім Исатайдың барында елге тарлан едім, қай қазақтан келедім, ай бір қазақ менен теңедім. Ерегіскен дұшпанның екі талай болғанда азыққа етін жемедім. Хан баласы Ақсүйек оңаша жерде жолықсаң, қайрыңнан алған шараптай қия бір соғып асеттеп, тамағыма қылқанып кетер енесен. Жил-был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока только черному коту и не везет. Давай, активнее! Где-то на белом свете, там где всегда мороз. Летящей походкой ты вышла из моя и скрылась из нас средней января. Летящей походкой Ашылықты жана берсін, жұбайлайды жылдары бола берсін. Келген жұлда қосылған екі жасқа бақыты мен байлығын ала берсін. Жанады жана берсін. Құшын күлік, қызғанырды сені менен ұша күлік. Көкші күлік, көкші күлік. Естаттарды сен Hey, hey, hey! Через костер будем Мы будем вашими зрителями. Давайте. Я на кого? Камеру, камеру. Сейчас.
Постоянно жители путают дерево с камнем. Айнура, келіңіз сізге, давай. Айнур, Стоять будем просто. танцуйте, танцуйте. Хотя бы А, будешь тупить? Давай. Келін, Она не умеет петь. Не песен вот так. Она не умеет давайте все подходим. Давайте, келіндер. Ал, давайте. Выступает группа Атырау Номац. Хор. Хор Атырау Номац. До Закрытый ер, да? ре, ми. Фа, Сон. Ля. Си. до. И теперь обратно. До. Ре, си. До. Я. Си. Ля. Я, ладно. До и после. Выступает полухор, полугруппа с песенкой, посвящается Ерк ағамызға, береміздегі музыканты. Ал, кеттік, давайте. Давайте позоримся до конца. Давайте позоримся до конца. Давайте. От нас все равно уникальность не ждут. Позоримся вместе здесь. По нашему виду уже видишь, что мы уже провалим эту песню. Давайте. Текст скажу, а что, текст не знаешь, что ли? Текст здесь же, давайте. Вы можете просто ля-ля-ля делать. А он зубак трот тоже. Все равно пейте. Сейчас, подожди. Сейчас. Давай. Вот это найди. Оригинал. Сейчас осы намазға бір киім шығару керек. Осы киім бар. Ән жазған деп. Ничего на свете лучше нет. Это просто тексты вытащить. Я, вот. Давай. Вот. Давай. Нет, музыка. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам подзовы, замочивые своды, нам заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, наш ковер цветочная поляна, наши стены звезды великаны. Наша крыша, небо голубое, наше счастье жить такой судьбою. Наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, спасибо! Надеюсь, не увидимся. Не до скорой встречи. Давайте, до долгой встречи. Давайте, все, уходите. Шакалы сами все. Вы только что хорошо пелись и все испортили, по идее. Все, возвращайтесь в ДДТ. Senin yüzüne жүрші күлімде күн жалғаспайды болмасаң егер жүрмесең гүлде жанымда менің еркеле бәрінен ең сұлу жүрегіммен ант етем сені бақытты қылу жалғызбын деп жыласаң боламын сенің аспанның
Tumanlı tünde dasa Janına gelem kasqagım Sığaladım yüreğimin jaralarına Muң baskan sezimlerin taragan Emdeuge sozup turmun alagan Жүрmedim men baktın aralına Kalagaным күлімдеген көздеріңде Сенің толқының бәрін өзгертуде Керек еткен жолуыңды менен ізде Ғашық қылам өзіме күннен күнге Жанымды менің еркеле Бәрінен ең сұлу Жүрегімменен ант еттім Сені бақытты қылу Жалғызбын деп жыласаң Боламын сенің аспаным Тұманды түнде адасаң Жанына келем жараспайды сенің жүзіңе жүрші күлімде жанымды менің еркеле бәрінен ең сұлу жүрегімменен ант етем сені бақытты қылу жалғызбын деп жыласаң боламын сенің аспаным тұманды түнде адасаң жаныңа келем Кеттік па? Ана жаққа тарас, қажек. Сен жаққа тарас, қажек. Екі көзім баға косой сияқты болып тұрмын дейсіз. Қайырлы таң. Бізде күніміз осы Орал ауылында өтіп жатыр. Так, біздерде таңғы асқа табанан жейін деп жатырмыз. Мынау Атыраудың біздің демеушіміз осылай жолға беріп жүріп біздерге жолшыбай жестіріп айтып, мына ең қызығы бұл неде пісірілген? Қалай айтады? Тандырдың ішінде. Аты айтып тұру тандырдан. Так, табанан аты, инстаграмы табанан Атырау. Және де онымен қалса қасына қолдың майымен, қолдың майы және қолдың қаймағын беріп тұр да. Біз енді уже бастап жедік, кеше жол бойы жеп жатырмыз қой енді. Соны таңға қазір тағы жейін деп жатырмыз. Ал бісміллә. Табанан Атырау. Бісміллә. Nice. Слай пирожки келіп жатыр ау. Аға, Исмаил қалай сөйт? Бисмилля. Мен айттым ғой бана, жердің алдында. Керемет, қаймақ пен нан. Бағадан бері осыны күтіп отырмын. Слайна пирожки жеп аламыз. Аға, мен ертең өтірік айтып отыр деп айтар. Аға берейінші, қара. Рахмет. Таңертеңгі тұрған жаңа ғана кешегі сіз айтқан Жәңгірхан сияқты көп. Иә. Сәрісінен тұр. Давай, жалғастырамыз. Біздің екінші демеушіміз жолда сіздерде әдемі, керемет уақытыңыз әдемі өтсін дегесін. Осындай бізге қолдау білдіріп, Гастробокс Атырау. Енді қалғаны, кешеден қалғаны енді аман қалғаны арнайы 4 адамға әр порциясы. Тәттісі бар, ішінде кляри осындай несі бар, стрипсы, мына жерде осындай қарашы, әп-әдемі. Мына машинада 3 адам болғасын біреу желінбей қалды, бірақ кеше бәрі жеп қойды. Так, бүгін жеп жатырмыз. Оның ең күштісі негізінде бар ғой, сырный соус. Қанат бойдырып көмеккен Сіздің оператор. Так. Бисмилля. Nice. Картошки, да? Керемет. Кеше слай жедік оны, жылы болып тұрды күшті. Бүгін бе салқын болса да. Горячие пирожки.
керемет ас болсын. Осылай қолдау білдіріп жатқан кәсіпкерлерімізге көп рахмет. Ол енді жарнама үшін емес негізі. Бізге осылай көңіл сыйластығын білдіріп қолдау көрсетіп жатыр. Сол үшін көп рахмет. Қайырлы күн баршаңызға. Мен есімім Шолпан. Енді бүгін осы кешеден бері 13-14 аралығында тамыз айының осы Атырау Намат клубының мүшелерімен бірге керемет демалыс болып жатыр. Осы Бөкей Ордасы ауданы, Хан Ордасы ауылында. Бұл жаңағы наматстардың саяхаттау клубы, яғни бұның мақсаты жалпы осы Қазақстан жеріндегі тарихи жерлерді насихаттау, адамдарға қол жетімді түрде өздері көздерімен көріп, сезінуге өте мүмкіндік беріп отыр. Және жақсы жоғарғы деңгейде өтті, жақсы демалыс болды. Барлығы өте риза. Бұны көру үшін, осы клубта болу үшін, осы Атырау Наматстың клубында болу керек, оны көру керек, әрі сезіну керек. Спасибо Атырау Наматс Клаб за организацию такой поездки. Во-первых, это исторически очень важно. Мы узнали очень много нового интересного про нашу историю, про Джангир-хана. Увидели красоты нашей страны, а также провели прекрасный вечер у костра в дружной компании. Было приятно послушать песни всех наших друзей-путешественников. Ну и это такой незабываемый опыт провести ночь под открытым небом, под вой шакалов. В общем, это было незабываемо. Большое спасибо, рахмет. Мына саяхатымыз Жаңғырхан ордасына өте керемет болды. Кеше келе жатырғанымызда өте сондай бір күшті вайбпен, күшті атмосферамен келдік. Ұйымдастырушыларға, Ерік ағамызға, Ерлан ағаларымызға, баршасына аты аталған, аталмаған бәріне мың алғыс, Алла разы болсын. Мен осы саяхатым, бірінші саяхатым өте қатты ұнады. Ауа райы аясында бір ұйықтау басында кішкене күмәнмен келіп едім, қалай болады екен деп. Вообще бөлек қой. Ауылда жүріп шыны керек, ұйқы қанбайды. Ұйықтай бересің обедке дейін. Мұнда таңертең, настроение жақсы болды ма, вайп жақсы болды ма, таңертең как штейк, күшті настроениемен тұрып, салқын суға жуынып, дәретінді алып, намаз оқып, Алланың бізге берген құдіретін, Алланың берген нығметін сезініп бір өте бір жақсы демалыс болып жатыр әлде де. Рахмет тағы да баршаңызға. Доброе утро всем. Сегодня мы провели интересную, прекрасную ночь в кемпинге под открытым небом в Западно-Казахстанской области, в прекрасном, уютном, красивом лесочке в поселке Хан Ордасы. В течение ночи довелось послушать музыкальный оркестр звериный. Я слышала шакалов, я слышала ослов. Вот такие вот прекрасные моменты из жизни мне довелось прожить на этот раз. И всем желаю, чтобы таких, ну и других прекрасных моментов было намного больше. Біздер бүгін мынау Атырау саяхат клубының бастамасымен осында Бөкей Ордасына келіп жатырмыз. Жақсы өтіп жатыр, көңілді өтіп жатыр. Музейлерді араладық. Кеше Жаңғырханның мешітін, казначействосын, сол жаңағы орданың барлық жақсы жерлерінің бәрін араладық. Жақсы өтіп жатыр. Рахмет мына басшыларға, осыны ұйымдастырып алып келген жігіттерге. Алла разы болсын. Білмегеніміз көп екен, біліп жатырмыз. Тарихи ескерткіштерді көріп жатырмыз. Амандықпен елге қайтамыз ба деп тұрмыз. Қазір енді Алла бұйыртса, мынау Жаңғырханның кесенесіне барамыз ба деп тұрмыз. Сол жерлердегі пантеонға. Сондай рахмет көп сіздерге. Елге аман есен жетуді Алла тағала нәсіп қылғай бізге. Рахмет. Бәріне сәлем. Бізде, күшті бір нәрсе болып жатыр. Біз деген кеше обедке қарайта, уже кешке қарайта Хан Ордасына жетіп, Жаңғырханның үйін көріп, шығыс батыс бөліктерін қарап, екінші этажына көтеріліп, күшті болды.
1880 жылдан бері қалған үйлерді көріп таңғалдық енді. Енді старинный үйлерді көп жерден көре бермейсің. Қазір біз Оралдың бір жеріндеміз, не знаю, где мы. Короче, степь қой, ну с деревьями прикольно, да? Енді машиналар заттар салып жатыр, палаткаларын бұзып, кері жинап, багажниктарына салып жатыр, походу. Ал мына жерде Ерік аға жинап жатыр. Бәрі күшті болды. Кешке қарайта от жағып, бәріміз ойын ойнап, ән айтып, күшті уақытты бірге өткіздік. Рахмет бәріне. Всем привет! Мен Айнұрмын, меня зовут Айнұр. Бүгін күшті осындай экспедиция шықтық Атырау Наумыцпен. Көріп тұрғаныңыздай бәрі жиналып жатыр уже. Кеше бір түндік сутканы өткізіп, палаткада ұйықтап, ән айтып, бәрі айтқандай күшті ойын ойнадық. Орда ханның кесенесіне бардық. Өте на высшем уровне болды. Мен последний интервью айтып жатқасын, я не знаю, что сказать, но было классно. Соңғы айтып жатқан жоқ, сәлі айтады. Да, солай ма. Айтайын дегенім күшті Атырау Наумыцқа қосылыңыздар. Бізде мұнда өте, как раз 4 қалаушы бар мына жақта, көріп тұрғаныңыздай. Өте сондай күшті бір комьюнити, заодно табиғатты көресіздер, сол сияқты таныс боласыздар. Атырау облысының осындай әдемілігін өз көзіңізбен бәрін көресіздер. Келіп тұрыңыздар. А еще деп біз дейтін 2 күн, бір аптада постоянно волейбол ойнаймыз. Среда, сосын воскресенье. Келіңіз келсеңіздер, маған жазыңыздар. Пока-пока. Ал достар, біздер бүгін жолға шыққалы жатырмыз. Бүгін 14 қыркүйек 2025 жыл. Айналамызды қарасаңыздар, кешегідей қалай біз келдік. Тап-таза қылып, артымызды жинап, ана мусорды көрсетіп жіберейік. Мына жақта мусорды бірге алып баратырмыз. Неге біз осы видеоны әрдайым көрсетеміз? Себебі басқаларға бұл үлгі болу керек. Біз міне бұл мусор арнайы қазір ауылға апарып, өзінің арнайы жеріне тастаймыз. Так что осылай табиғатымызды аялайық, артымызды жинап жүрейік. Міне, от жағу мәселесі айтайық. Біз келгенде кеше бұл жер от жағылған жер болды. Сондықтан біз басқа жерге жаққан жоқпыз. Тек сол жерге барып жақтық. Міне, сіздер де егерде табиғатқа келсеңіздер, айналаңызда қарасаңыздар, егерде от жағылған жер болса, сол жерге жағыңыздар. Керек емес әрбір жерді бөлдіріп. Сондықтан осылай достар, басқаларға үлгі болайық. Өзіміз осыны дәріптеп жүрейік. Жолымыз осы, кеттік. Әлем дамыды, зерттелді, жер шары тоналуда. Адамзат неге ертеңін ойламай, табиғат жоғалуда. Киіктер енді ертегі, құндыздар барын беріп, адамға неге жетпейді ойына, көз тоймай бәрін теріп. Әлемді заңдар билейді, табиғат көркі сәніде. Адамды сүйгенін жетпейді, махаббат керек бәріне. Құстардың әні жоғалып, тұмша қала ішінде, темір мен тасқа моял. Жалпы мына осыда өздеріңіз келіп тұрған Орда орманы негізі Жәңгір игі ісі, яғни көшкін құмды тоқтату мақсатында егілген болатын. Бұнда қазіргі таңда 70-тің үстінде ағаш түрлері, өсімдіктері өседі. Және бұның өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне орналасуы да ерекше. Қазан шоғырларда шоқ болып дөңгеленіп орналастырған сай сияқты болып, бұның жаңағы бір жағынан ық болып қана болса, ауылдық жерлерге де, және бұның айта кетейін, бұл қарағайын тағы бір ерекшелігі фитонцид атты элемент бөлінеді өз бойынан.
сонау 19 ғасырларда жаңағы ашық шатырлы медицинада ұйымдастырған болатын, яғни өкпемен ауыратындарды арнайы осы жерге келіп, ашық лагерь ұйымдастырылған осы жерге келіп емдеген болатын. Осындай орда орманның ерекшеліктері. Сәлем, құрметті достар. Қазіргі біз Жәңгір ханның жетекшілігімен, бастауымен құрылған ойға келіп жеттік. Бұл жерді байқасаңыздар, ерекшелігі ешқандай мынандай көк, жасыл аймақ болмаған, тек шағыл топырақ құм. Шағыр құм деп айтады. Жан-жағымызды тамашаласақ, адамның қолынан барыла келеді екен. Қарағай талдары, ерекше сезім бір. Біздің өңірден кездесетін. Көзім бірінші рет жетіп отыр, бірінші рет көріп отырмын. Саяхат өте керемет. Бізді ұйымдастырып жетекшілік еткен Ерекеңе, Ерекеңнің қасындағы Елдар аға, Ерлан аға, Айдарбек аға рахмет. Және камераны тыс қалып отырған оператор жігіт Есен, саған да рахмет. Бүгін біздің екінші күніміз. Әлі де көретін баратын кесене бар. Жәңгір ханның кесенесі. По машинам дейді. Алда жүріп жатыр ғой. Жәрмеңке болған көше, жәрмеңке көшесі деп аталады. Қарап кетсеңіздер, үйлер бұрынғы 19 ғасырдың үйлері де бар. Жалпы жәрмеңке болды ғой, әлі күнге шейін сауда нүктелері де осы жерде орналасқан. Мына оң жағыңызда мінекей магазиндер тұр. Ол да сол бұрынғы жәрмеңкенің орнында. Мына жақта будкалар тұр ғой, мінекей сол жағыңызда. Сол жерде бұрында да тоже лавкалар болған ғой, лавка. Қазір енді кішкене өзгеше әркім жекеге айналдырып алып, солай болды. Мына жерлердің барлығында лавка орналасқан. Ауыл мешіті бұрын Жәңгір кезінде осы мешіт осы жерде болған. Арнайы осы алқалы билердің ақылдасуымен ақсақалдардың осы жерге орнына жаңағы қайтадан керді мешіт салдырды. Тұрғандарыңыз осы ауылдан 3-4 километр қашықтықта хан қорымы, пантеон, бұл пантеонда Жәңгір хан, жаңа кесенесін көре аласыздар, ғалым этнограф Салық Бабажан, Мұхаммед Салық Бабажан, және келесі көріп тұрғандарыңыз ол жаңағы Дәулеткерей күйші, лирик күйлерінің негізін салушы. Жәңгір хан 45 жылы қайтыс болады, өзінің жазғы қалашығында қайтыс болады негізі, Тарғын деген жерде. Кейін жаңағы балалары өздері әкеліп 1949 жылы осы жерге әкеліп жерлеген болады. Қазір кірсеңіздер, Фатима ханшайымы, жаңағы Фатима ханшайымның несімен, сүйегімен бірге жатыр осы жерде. Авторы бұның ақтаулық мүсінші Көпбол демесін ол, иә. Сол кісі әкелі балалы, екеу салған болды. Мына кесененің де авторлары солар. Бұл арнайы жаңағы тұңғыш президентіміздің өзі келіп, ресми түрде келіп ашқан болатын осы кесенені. Алпы осында қазір атқарған игі істері барлығы жазылып тұр. Кіріп көрсеңіздер, көрінеді. Дәулеткерейде жазылған, кімде Мұхаммед Салық Бабажанды естеген. Бұл Бабажан орыс география қоғамының мүшесі, естулеріңіз болар енді. Этнограф. Осы мектептің түлегі сияқты ғой да? Иә, алғаш мектептің осы Жәңгір хан ұйымдастырған ашқан мектептің ең алғашқы түлектері біздің жерлесіміз Мақаш Бекмұхамбетов екеуі бір бастап оқыған. Иә. Сосын мұнда деген тек қана кесене емес қой, көріп тұрсыздар ма? Нелер құлпытастар бар, 500-ден астам құлпытастар араб тілінде жазылған, Шағатай тілі деп аталады. Бұнда жаңағы хан тұқымынан шыққан балалары нелері бар. Сол кезде қызмет жасаған қызметкерлер, саудагерлер, көпестер осы жерде жерленген. Жәңгір ханның арт жағына барсаңыздар, кесененің артында бір кішкентай басы сынып қалған құлпытас тұр. Төренің белгісі.
бірақ оқылмайды да, басында жазылып. Бірақ болжам бар, ол Сеткерей болуы мүмкін деген. Сеткерей ең кіші ұлы осы жерге жерленіп, осы жерде құруы мүмкін деп. Қасына арнайы әкесінің қасына жерлеуі мүмкін деп. Бізге неше минут уақыт бөлеміз? Енді барынша 10 минутта қайтамыз, иә? 15 минутқа. 15 минут. Мына шығайылды ма? Дәулеткерей шығайылды ғой да. Жақсы рахмат, сау Тяжелый, плотный, негізі. Бізге келетін ол өте кракуша блок. Бейнеуский ма? Бейнеуский шамалы негізі. Мынау Жетібайскийден. Так, біздер Жаңғырхан иттің ұясына дейін немен істейді ғой. Кракуша блок жасайды. Демеуші ол анасы. Қайтқан жер Тағанда болған. Таған? Тағанда. Ол қай жақын Таған? Жалпы негізі бана жазғы тоғай дейді ғой. Жазғы тоғай ол Жәнібек ауылының қасында сол жерде болған екен. Сол жерде қайтқан 45-ші жылы, 1949 жылы сүйегін алып келіп осы жерге жерлеген. Мынау құлпытасы. Жан баспа ана жерге. Я сен анам баспа былай бар, алдымен өтіңдер ғой. Неге? Денис шатуын. Қайырлы күн достар. Бүгін 14 қыркүйек. Біз кеше 13 қыркүйек Атыраудан шығып 26 адам болып келдік. Музейларды көрдік, Қарағай орманында бардық, сол жерде қондық. Бүгін мұны Жәңгір хан кесенесіне, осы жердегі пантеонға келіп, дұға қылып, аралап көрдік, тарихын шердік. Енді бұйыртса ауылға қарай жолға шығамыз. Жолымыз болсын, аман-есен ауылымызға жетейік, бізбен бірге саяхаттаңыздар. Және де біздің Атырау Номадс инстаграмына, және де YouTube каналына тіркеліңіздер. Барлық ақпарат біздің саяхаттаған видеоларымыздың бәрі сол жерде жарияланады. Міне осылай. Давайте сау болыңыздар. Дәулеттің настроениесі жоқ. Неге? Дронды қалдырып баратыр. Айтады. Қайтып келу үшін бір сағат қалдырып кету керек дейді. Біздерде бір тиын бірдеме сап кететін болса, біз дрон сап кетеміз ғой. Махаббат керек бәріне